Қайырлы күн, құрметті достар. Қыста түсірілген видеолардың астына көптеген сұрақтар келеді. Оның бірі қыс мезгілінде жеміс ағаштарын кесуге бола ма деген. Мынау міне қыс енді ғана басталып, алғашқы аяз болғаннан кейін кесілген орын. Бұл видеода да бар. Ол іс жасалған кез мынандай телу үшін қаламшаларды кесіп алған ағаш болған. Мына кесілген орын. Бұл жерде аяздың қаттылығы 19-20 градусқа дейін барды бізде. Осы күнге дейінгі аяз. Мына жерді қарап отырсақ, ешқандай бір аяздан үсіген сияқты бір қарайған ештеңе, ешқандай зақымдану білінбейді. Көктем кезінде жапырақ шығарғаннан кейін қандай да бір зиян болса, осы жерде білініп тұрады. Бірақ та енді дәл осы мезетте бізге көрініп тұрған нәрсені айтатын болсақ, бұл жерде ешқандай зақымдану, зиян болған жоқ. Жалпы енді болады, болмайды деген сұраққа жауап беру үшін, ол сұрақ қай өңірге қатысты, сол жағында ескерген дұрыс. Өйткені бізде Қазақстанның батыс пен шығыстың ауа райы бір емес. Оңтүстік пен солтүстіктің ауа райы бір емес. Бізде Алматыда қыс мезгілінде 20-25 градус, аяздың қаттылығы әдетте. Енді әр жыл әрқалай болуы мүмкін, өткен қыста 33 градусқа дейін болды. Бірақ та ондай қатты аяздар бола бермейді. Әдетте сол 20-25 градустың төңірегінде. Сол сияқты аяздарда жеміс ағашы кесілген кезде қандай да бір зиян келгенін немесе үсіп қалғанын көрген жоқпын. Бұл жерде қандай зиян болуы мүмкін? Аяз егер қатты болған кезде, мына жер кесілген орын, сол кесілген кез жылы болып тұрғанмен түнде қатты аяз түссе, сол кезде мына кесілген орын үсуі мүмкін. Екінші жағдай, дәл осыны кесіп жатқан кезде, егерде аяздың қаттылығы 7-8 градустай, минус 7-8 градус болса, осылай кескен кезде қазір жылы болып тұр, мынау кесілді. Кесіліп түсу үшін бұл жерде қандай да бір жұмсақты болу керек. Егер аяз қатты болса, бұны кескен кезде бұл кесілмейді, бұл сынып түседі. Сол екінші зияны сол, дәл кесіп жатқан кезде аяздың қаттылығы, сол екі нәрседен ғана зиян беруі мүмкін. Бірақ та біздегі аяздың қандай да бір зиян келген мен осы күнге дейін көрген жоқпын. Бұл жерде градуспен айтқан кезде айырмашылықтың болатыны содан, біреулер айтуы мүмкін 5-7 градусқа дейін кесуге болады деуі мүмкін, біреулер айтуы мүмкін минус 30 градусқа дейін кесуге болады деуі мүмкін. Минус 30 дегеніміз жалпы ауа райы, мына кесілген орындардың үсіп қалмауына кепілдік беретін. 30 туралы мен ештеңе айта алмаймын. Өйткені 30 градус аяз болған қыста мен ағаш кескен жоқпын. Біздегі әдеттегі температура минус 20-25, ондай аяздарда қандай да бір зиян болған жоқ. Ал енді минус 7 дегеніміз, ол мына кескен сәттегі, жұмыс істеген сәттегі температура, ол минус 7 шектеу. Одан аса температурада ол кесу жұмыстарын жасауға болмайды, өйткені сындырады. Ол нәрсе енді былайда да түсінікті деп ойлаймын. Қатты суық ауа райында ешкімде далада жұмыс істегісі келмейді. Сондықтан да аса бір ол жағына мән берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең маңыздысы жалпы ауа райы. Түнде болатын, жалпы сол қыста болатын ауа райы меніңше 20-25 градус. Бұл жерде кесуге бола ма, болмай ма деген сұрақтың пайда болуы негізі адамдардың одан қауіптенуі деп ойлаймын мен. Қандай да бір зиян бола ма, болмай ма деген сияқты. Ол әрине дұрыс, оны ескеріп алған дұрыс. Жалпы енді күмәндансаңыздар, негізі көктемге қалдырған дұрыс. Оны аз көлем болса, егерде аулаңызда оншақты ағаш болса, оны асығудың тіпті қажеті жоқ. Оны көктемге қалдырып, асықпай күн жылығаннан кейін, бірақ та бүршік ашпай тұрып, жұмыс істеуге де ыңғайлы бір жағынан, екіншіден ешқандай зияның болмайтыны 100% кепіл. Бұл жерде бір жағдай, егерде үлкен көлемде ағаштарыңыз болмаса. Ауладағы ағаштарды мен көктемде кесуге тырысамын. Ал енді ауладан бөлек жарты гектар бізде алма бағы бар. Жас ағаштар ол жерде 3 жыл болды, бірақ ағаштардың жасы әртүрлі. Енді 6 жылға дейінгі ағаштар бар. Сол жерде енді қыс мезгілінде кесіп бастауға қажет болатын жағдайлар болады. Өйткені көктемде қар еріп, балшық болып жататын кезең болады. Бір айға созылуы мүмкін, және де жаңбыр көп болған кезде ол жерге кіре алмай қалуымыз мүмкін. Сөйтіп жүрген кезде кесудің уақыты кешігіп кетеді. Сондай жағдайлар болса ғана қыс мезгілінде жасаған дұрыс. Жалпы үй жанында ауладағы ағаштарға ешқандай асығудың қажеті жоқ. Жалпы айтқанда осы. Сау саламатта, амандықта кездескенше.